Исабаев Нұртас. Өмірге құштарлық. Роман. Алматы. Мерекенің баспалар үйі. Романда басына түскен зор қиындықты айналасындағы адамдармен бірге мойымай жеңіп шыққан ақынның тағдыры, бүкіл өмірі, махаббаты жайлы баяндалады. Мөлдір махаббат, адал достық, адамгершілік, өмірге деген құштарлық, шынайы оқиғалар оқырманды бейжай қалдырмайды деп сенеміз. Ақын жүрек аңсаған арманын құшты. Бұл жай сөйлемді Нұрлан неге екені белгісіз түсінде көрді. Осы сөздермен бастап ол өз өмірі туралы естелік роман жазған екен. Ояна сала есінде қалған, мағынасы түсініксіздеу сөйлемді іштей қайталай берді. Таң қылаң беріп, үй ішіне бозарып жарық түсе бастағанда көрген бұл түсін жақсылыққа жорды да, бүкіл өмірін көз алдына келтіріп, ойланып, ұйықтай алмай, төсегінде төңбекшіп ұзақ жатты. Аян берілетін түстер таң атқанда көрінеді деуші еді. Сірә өз өмірім туралы жазатын уақыт келген шығар деп ойлады. Ғұмырының қаншалықты мағыналы, мәнді болғанын кім білсін, бірақ жарқ етіп жанып, жалп етіп сөнетін өткен күндерің, бастан кешкендерің жоғалмай жұрттың жадында, қағаз бетінде қалып жатса, еңбегіңнің еш болмаған емес пе? Ойлап қарасаң, адамның жадында 2,5-3 жастан бастап көргендері ғана, онда да жүрегіне қатты әсер еткен, қорыққан, қуанған кездері ғана анық сақталып қалады екен. Алтынды құмнан сүзгендей, солар ғана еленіп, екшеліп, санада жарқырап, қайта-қайта есіңе түседі. Қалғандары айтуға тұрмайтын көмескі күйкі тіршілік елестері ғана. Нұрланның есінде ең алғаш қалған сәт, осы күнге дейін есінен кетпейтін қорқынышты көрініс. 2,5 жасында оның тереңдігі 5 метр, сусыз терең құдыққа түсіп кеткен еді. Аулада өзінен 2 жас үлкен ағасымен бірге машина айдап ойнап жүрген болатын. Шопырлар секілді руль ұстаған, машина айдаған болып, вың-вың деп дыбыстап, ауладағы қолдарына түскен затты алып келіп, артқа шегіншектеп, құдықтың ернеуіне жақындап келеді де, жүк түсіргенде құдықтың түбін береді. Ағасы солай еткеннен кейін өз кезегімен Нұрлан да шегіншектеп келіп, қолындағы затты тастай бергенде, аяғы тайып кетіп, құдықтың ішіне құлап түсті. Қалай аман қалғанына өзі де, өзгелер де әлі күнге дейін таң қалады. Қазып-қазып су шығара алмай қойған терең құдықтың түбінде әртүрлі тастар, темір терсектер үйіліп жататын. Сол күні анасы өзінен кейінгі інісін босанып, ауруханадан үйіне келіп, көршілері құтты болсын айтып, бәрі бірге шай ішіп отыр екен. Нұрлан құдыққа түсіп кетті деп ағасы үйге жылап, жүгіріп келгенде, үй ішіндегілер шошып шу өте қалыпты. Құдайым-ай, о, бала өліп қалған шығар деп анасы қорыққаннан, буындарынан әл кетіп, орнынан тұра алмай қалыпты. Төр жақта отырған әкесі орнынан атып тұрып, белінен арақ қарғып, далаға шығып, жүгірген күйі құдыққа келіп қараса, бұл қараңғы түбінде жоғары қарап жылап тұр екен. Әкесін көре салып, «Папа, мені Шәкен құдыққа итеріп түсіріп жіберді» деп жылауын үдетіпті. «Жоқ, мен емес, өзі түсіп кеткен» деп ағасы азар да безер болыпты. Жиналып қалған көршілердің ішінен жастау біреуін белінен арқан байлап, бәрі қаумалап құдықтың ішіне түсіріпті. Нұрлан өзінің қасына бір жігіттің салбырап түскенін, сосын арқанды шешіп, шелекке байлап, оған бұны отырғызғанын, жоғарыда тұрғандарға көтеріңдер деп белгі бергенін еміс-еміс есінде сақтап қалыпты. Жоғарыда құдықты қаумалап тұрғандар шелекпен көтеріп, тартып, құдықтан шығарып алып, үсті басын, аяқ қолдарын тексеріп, сау екенін көріп,
Құдайға келтіріп, аман қалғанына қуаныпты. Құдай сақтап, Нұрлан құдықтың шетіндегі үйілген құмның үстіне екі аяғымен түскен екен. Денесін құдықтың қиыршық тасты қабырғасы жырып, қанатып тастаған екен. Әке-шешесі біраз уақытқа дейін көк дәрі жағып қойып жүрді. Бұл Нұрланның өміріндегі басына төнген бірінші қатер еді. Оның балалық шағы өзгелердікінен ерекше бола қойған жоқ. Ауыл балалары секілді шыбықты ат қылып мініп, асыр салып жүгіріп, көшенің топырағына, құмға аунап өсті. Балабақшаға барды. Тек әкесі жұмыс бабымен бір ауылдан екінші ауылға жиі көшіп жүретін. Соған байланысты Нұрлан 5 рет мектеп ауыстырды. Ол алғаш рет мектепке 6 жасында барған еді. Өзі есін білгеннен бастап ертегілер тыңдауға, мен көз аттауға құмар болыпты. Өз бетінше оқи алмайтын кезінде шешесіне қояр да қоймай ертегілер, хисса дастандар, батырлар жырын оқытып, түн ортасына дейін ұйықтамай тыңдаушы еді. Ал анасы болса, май шамның жарығымен көзі талғанша, тамағы қарлыққанша оқып беруден жалықпайтын. Нұрлан оның қасында екі қолымен жағын таянып, ет бетінен жатып алып, екі көзі жұмылып ұйқыға кеткенше тыңдай беретін. Әбден беріліп кететіні сонша, кітаптың бетіне қараса, дастандағы оқиғалар көз алдына сурет болып елестейтін. Өзінен 2 жас үлкен ағасының кітап оқи алатынына қызығып, өзі де тезірек әріп танып, мектепке барғысы келетін. Жасы 6-ға жаңа толған, әлі балалар бақшасында жүрген шағында, үйінің қасындағы кеңсе әке-шеше орналасқан кітапханаға кіріп, кітапханашыдан кітап сұрағаны әлі есінде. Кітапханашы әйел оның кішкентай екенін көріп жымиып, "Атың кім? Жасың қаншады?" деп сұрады. Әлі 6-да екенін естігеннен кейін, "Мектепке барып оқып үйрен, содан кейін келерсің, жарай ма?" деп басынан сипап шығарып салған еді. Үйіне келген соң, "Биыл мектепке барамын" деп жылап, әке-шешесінің құлақ етін жеумен болды. Ол кезде балаларды оқуға 7 жасынан бастап қабылдайтын. Жылап қоймаған соң, әке-шешесі бұны жасы толмаса да сол жылы мектепке берді. Әкесі колхоздың бастығы болған соң, мектеп директоры Нұрланды амалсыз жасы жетпесе де оқуға қабылдады. Бірақ жарты жылдан кейін аудандық оқу бөлімінен тексеру комиссиясы келіп, бұны жасы жетпейді деп оқудан шығарып жіберді. Класты жарты жылда әріп танып, өз бетінше оқуды, жазуды үйреніп үлгерген Нұрлан оған өкінген жоқ. Негізгі мақсаты орындалып, түсінсін түсінбесін әйтеуір кітаптан бас алмайтын болды. Көзіңнен айырыласың деп әке-шешесінің ұрысқанына қарамай, бұрыннан қызығып жүретін, немесе жаңадан қолына түскен кітаптарды жатып алып оқудан жалықпайтын. 6 класты бітіргенше талай ертегілерді, Балдырған, Жұлдыз секілді журналдарды, қызықты әңгіме, повесть, романдарды тауысып үлгерген еді. Сондықтан болар, әсершіл, қиялшыл, әңгімешіл болып өсті. Басқа балалардай көп ойнамайтын, оңашаны сүйетін, көп ойланатын. Қолы боста шешесіне көмектесіп, үйдің тірлігін істейтін. Отын жарып, су тасып, мамасы жоқта пешке от жағып, шай қойып, тік беретін. Содан ба, әйтеуір бойы өспей, қабырғалары ырсиып, мойны инеліктей, өзі ап-арық болып жүретін. Үйіне жиі келетін қонақтардың қасынан шықпай, шай құйып беріп отырып, әңгімелерін ұйып тыңдайтын. Сөйлеген сөздерінен ерте есейгенін, тапқырлығын, ақылдылығын байқап, үлкендер таң қалып бастарын шайқайтын. Әкесі де, шешесі де көп оқыған, әдебиеттен, ғылымнан мол хабардар, жан-жақты, білімді адамдар болғандықтан, Нұрланның кітап оқуға құмарлығына ренжімейтін, қайта қуанатын. Түбінде осы бала жазушы, ақын болмаса қайтсын деп ойлайтын. Олай ойлауларынан Нұрланның кейде табан астынан мақалдап, тауып сөйлеп, 1-2 шумақ өлең, тақпақ шығаратын да себеп болса керек.
Әкесі партия совет қызметкерінің қауыт болып жұмыстар атқарғанмен, әдебиетке жақын, шешендік сөздерге шебер еді. Жас кезінде аздап өлең де жазыпты. Абайдың көптеген өлеңдерін жатқа білуші еді. Шешесі мектепте биология пәнінің мұғалімі болып, кезінде қызмет істесе де, әдеби кітап журнал десе ішкен асын жерге қоятын. Бұлардың үйінде бүкіл әлем әдебиетінің қазақша аудармалары, қазақ жазушыларының том-том кітаптары үйіліп тұратын. Ауылдың адамдарының көбі осы үйден кітап сұрап алып оқитын. «Мың бір түн», «Робинзон Крузо», «Том Сойер» мен «Гекльберри» Финнің басынан кешкендері, «Қазына аралы», «15 жасар капитан», «Ботагөз», «Жәмила», «Құс жолы», тағы басқа көптеген кітаптарды Нұрлан 6 классқа дейін-ақ оқып тауысқан еді. 6 класты бітірген жылы Сулының аудан орталығында қызмет атқаратын әкесі Ибрагим аудандық партия комитетінің ұсынысымен Ынтымақ совхозының Қайрат деген фермасына бастық болып ауысып, жанұясымен көшіп келді. Ауыл шағын болғанмен таулы, қыратты жерге орналасқан, жемісті бағы бар, бау-бақшалы, көгалды, сулы, нулы, табиғаты сұлу көркем екен. Бір шетінде қамысты шағын көлі бар. Сол көлден бастау алып, бүкіл ауылды бойла 2 көшенің ортасымен мөлдір сулы үлкен арық ағып жатады. Оның бір жағында жоңышқа алқабы орналасқан, екінші жағы түгелдей бау-бақша. Ауыл ортасында шағын тұт ағаштары өскен бақ бар. Ұзынан ұзақ созылған бұл ауылдың бір жағы қиыршық тасты қырат, екіндей топырақты жазық болатын. Жазда оның айналасы жап-жасыл болып, шөптерге, қызғалдақтарға, алуан түрлі гүлдерге тұнып, көміліп, түкті кілемдей құлпырып, жайнап жататын. Әсіресе көктемде қырат жақтан алтын күрек желі есіп, қалың қарды су тиген қантта ерткенде, сай-саладан, жыралардан жөңкіліп, сарқырап, сылдырап, жылғалар ағып, ауылды у-шуға бөлеген кезде, адамның жүрегін керемет бір қуаныш, шабыт кернейтін. Тынымсыз соққан самал жел мұрныңа көктем иісін әкеліп, кеудеңді шайдай ашып, тынысыңды кеңітіп, жаңа сезімге, рахатқа кенелетін. Ауылда 8 жылдық мектеп, шағын клуб, жалғыз дүкен бар. Ауыл ортасында басқарма кеңсесі мен кітапхана мет шат орналасқан. Кеңсенің жанында тақтай қорамен қоршалған бастық тұратын үй бар. Міне, осы үйде Нұрланның балалық шағындағы ең қызық, сезімге толы, ұмытылмас күндер өтті. Ауылдың тамаша табиғаты, жақын жердегі таулы аймақтың ғажап сұлу көріністері жан жүрегін тербеп, тебірентіп, керемет шаттыққа бөлейтін. Шіркін, биік жартасты, шатқалды, қойны бұлақтарға, өзендерге, жабайы шиеге, бүлдіргенге, жасыл шалғынға, гүлдерге, қызғалдақтарға толып тұнып тұратын Қаратаудың табиғаты неткен әсем десеңізші. Оның жазық қойнауында жыл сайын жазда дүрілдеп қойшылар той өтетін. Ол тойдан Нұрлан секілді балалар қалмайтын. Бәйге, қыз қуу, айтыс, күрес басқа жаққа концерттер 2-3 күнге созылады. Қонақтардың, көрермендердің сыйғандары жағалай қаз-қатар тігілген киіз үйлерде, сыймағандары қалың көк шалғынның үстінде түнеп шығады. Айналадағы биік жоталарға шығып, қарасаң, төмендегі той өтіп жатқан алаң алақанда тұрғандай әдемі болып көрінеді. Басқа жаққа көз салсаң, кілемдей құлпырған көк майсалы, гүлді жазықты, оны шиырлап, мың бұралып, ағып жатқан күміс белбеудей бұлақтарды, жылғаларды көресің. Жан жағың тола бұталар, олардың арасында қаптаған қып-қызыл шиелер. Қаласаң, уыстап теріп ал да жей бер. Туған өлкесінің осындай сұлу табиғаты, оқыған кітаптары әсер еткен болар.
Нұрлан оңаша қалған кездерінде атын танып, қолына еріксіз қалам алып, өлең, әңгіме жазуға талпынатын. Әрине, тәжірибесі үйретушісі болмағандықтан, алғашқы талаптарының нәтижесі онша жақсы болмаған сияқты. Сонда да, бұның әдебиетке, жазуға, ауызша тақпақ шығаруға әуестігін байқаған ата-анасы, бұл бала кімге ұқсап ақын жазушы болайын деп жүр? Ата тегімізде ондай нәрсе жоқ еді ғой деп ойлап қоятын. Дегенмен, әлі бала болған соң, уақытша қызығушылық шығар деп те аса көп мән бермейтін. Кейде әкесі жұмыстан қолы босаған кезде, үстелге сүйеніп, қағазға шұқшиып, бірдеңе жазып отырған баласының жанына келіп отырып, ойын бөліп әңгімеге тартатын. Нұрлан оны көре салып, дәптерін жауып, жазғанын жасыруға тырысатын. Әкесі оған жазушылық жайлы тақырып, тіпті кейбір тақырыптар ұсынып, осыған шағын әңгіме жазшы деп тапсырма беріп, сынап та көретін. Нұрлан намысқа тырысып, маңдайы мұрнының үсті тершіп, ойланып, көркем тілмен, бейнелеп, жазушылар секілді ойдан шығарып, белгіленген тақырыпқа шағын әңгіме, суреттеме жазатын. Оны оқып шығып, әкесі өзінің пікірін айтатын. Ол өзі соттың оқуын, партия мектебін бітірген, үнемі басшылық қызметтер атқарған кісі болса да, әдебиетті жақсы білетін еді. Әлем әдебиетінен хабардар болумен қатар, Абайдың көптеген өлеңдерін жатқа айтатын, нақыл, шешендік сөздерді жиі қолданатын, әңгімені майын тамызып айтатын, ойшыл, сөзге шебер болатын. Сондықтан да Нұрланмен үлкен адаммен сөйлескен дамытып, ақыл айтып, пікір таластырып, айтысуға шақыратын. Нұрлан ондайда мезі болып, өзінің ойын мойындата алмағанына ызаланып, айтысудан қашатын. Кейде бұның тақпақтап, тауып сөйлегенін қызық көріп, әкесі де ұйқастырып, бірер шумақ өлеңді ойдан шығарып, әдей тиісіп, ойнап, жынын келтіретін. Сол арқылы баласының ой өрісін дамытып, қабілетін өсіргісі келетін. Нұрлан әкесіне, інілеріне, кейбір достарына арнап, әзіл өлеңдер шығарғанды ұнататын. Өзімен тетелес інісі бұның тақпақтарын жаттап алып, бір күні бүкіл сыныптың алдында әдебиет пәннен беретін мұғаліміне менің ағам ақын деп бәрін шұбыртып айтып беріпті. Содан бастықтың баласы өлең шығарады екен деген сөз мектепке, бүкіл ауылға тарап кетсе керек. Бұған әрі әдебиеттен сабақ беретін апай ертеңіне класта отырғанда Нұрланға: «Сен өлең жазады екенсің ғой, оны неге айтпай жүрсің? Інің бізге бәрін айтып берді. Өлеңдерің жақсы екен, талабыңа нұр жаусын. Тағы да жазғандарың болса, маған әкеліп көрсет. Ұялма, жарай ма?» деді. Нұрлан жарайды деп басын изеді. Осыдан кейін балалар мен қыздар да бұған басқаша қарай бастады. Әсіресе өзінен бір класс төмен оқитын Гүлнұр деген ұзын бойлы ақ құбаша, белі талшыбықта иілген, сұлу мүсінді, қолаң шашты, құралай көздері күлімдеген, үлбіреген ақша жүзді, өте ажарлы, қарасам көзің тоймайтын, ауылдағы ең әдемі қыз айрықша көңіл аударып, көзіне іле бастады. Ауылға алғаш келген кезінен бастап, бір көргенін-ақ оны жыласынбеген сыңай білдіруші еді. Енді көрген кезінде сөйлеспесе де, басын изеп амандасып, жымиып, жылы қарайды. Соның өзіне Нұрлан мәз болып, қуанышы қойнына симай, өзін бақытты сезінеді.